дегенмен түпкі негізіне үңілетін болсақ, неге қазақ отбасындағы балалардың тілі орысша шығып жатыр? Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің дейді ғой қазақ бір-ақ сөзбен. Қазақ тілінде сөйлейтін бала мен орыс тілінде сөйлейтін баланың айырмашылығы бар ма? Тілмен бірге адамға мінезі келеді. Қызымда өзгерісті байқаймын дейді да. Маған қарсы сөйлеуін қойды, агрессиясын көрсетуін қойды. Шешімін таба алмай жүрген ата-аналарға нақты бір үш кеңесіңізді айтсаңыз. Ең күшті нәрсе балаға қазақша үйрететін тақпақ жаттау. Ол өзі анықтай алады, фильтр қоя алады, ненің жаман, ненің жақсы екен өзі айыра алатындай деңгейге жетеді. Қазақ тілінің ықпалына бәрібір де өзіміз әсер етеміз ғой, аналар әсер етеді. Дегеніміз өте өзекті проблема негізі. Проблема деп те айта алмаймыз ғой, енді қазіргі кезде қуанышымызға орай кішкене болсын айтар алға жылжу бар сияқты, Бар, шүкір. Келе жатырмыз ғой. Жоқ деп егерде сонда ауыр халде десек, ол біз пессимизмге қарай кетіп қаламыз ғой. Бізде оптимизм болу керек қой, бәрібір де үміт сыйлауымыз керек. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Ал бастайық. Тіл таңдау емес, тағдыр дейміз. Ал біздің тағдырымызға қазақ тілі жазылған. Ана тілімізді насихаттау және оның мәртебесін көтеру әр адамның, әр қазақтың міндеті деп санаймын. Ұлт жоғалу үшін тіл жойылу керек. Яғни Ахмет Байтұрсынов тілі жоғалғанның ұлты да жойылады дегенді айтып кеткен. Ендеше қазіргі біздің қоғамда қазақ тілінің мәртебесі қандай деңгейге жетті? Іс жүзінде ана тіліміз дұрыс қолданылып жүрме? Бүгінгі подкастта осы сұрақтарға жауап алуға тырысамыз. Армысыздар, бұл іс жүзінде қазақ тілі подкасты және бүгінгі біздің қонағымыз, таныс болыңыздар. Айнұр Бұлақбай, филолог, кітап оқу мәдениетін дәріптеуші. Сәлеметсіз бе, Айнұр ханым? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бірден ауыр тақырыптан бастамай, мынандай бір позитивті әңгімені өрбітейікші. Жалпы қазіргі кезде өзі қазақ тілінің деңгейі, қолданыс аясы кеңейді ме? Кеңейді деп айтуға болады. Оны Оразкүл Асанғазы да айтып жүр ғой, енді жүрген жерінде. Оның бірден бір себебі біздің қыз-келіншектерімізге, қазіргі келіндерге, аналарға рахмет айтамыз деп сол құрсақ көтеріп, көбірек қазақтың баласын, демографиясын өсуіне ықпал етіп жатқан біздің қазақ аналар деп. Әсіресе мынау ауылдағы аналарымыздың бала туу көрсеткіш саны қазіргі таңдағы өте жақсы, жоғары деңгейде. Оған ол деген сөз қазақша сөйлейтін баланың көбейіп келе жатқан деген сөз. Ол да жақсы ықпал етеді біздің қазақ тілінің дамуына. Қазақ тілінде сөйлейтін бала көбейіп келе жатыр деген әрине қуанышты, бірақ іс жүзінде қарайтын болсақ, тілі орысша шығып жатқан балалар көп сияқты. Қалай ойлайсыз, бұл белгілі бір дәрежедегі ортада ғана ма осы мәселе бар? Әлде шынымен жүйелік проблемаға айналып келе ме? Оны қалай десек екен, енді бұл жерге жауап беруге мен не қиналамын, өйткені бұған уақыт керек шығар, уақыт беруіміз керек шығар. Бірақ бір қуанышты жағдай бұл жерде. Мына Жазира Байырбектің Әлди жырын, Бесік жырын ютубтағы қаралымын қарайтын болсақ, қаралым саны өте жоғары. 35 миллион, 40, тіпті бір 150 миллион қаралым жинаған Бесік жыры бар мысалы. Ол деген не деген сөз? Яғни аналарымыз туу көрсеткішіне орай Әлдиді жиі тыңдатып жүр, балаларына күнделікті соны қарап, көріп, үйретіп жүр деген сөз. Бұл да біздің мынау медианың балаға әсері. Сондықтан көбірек егерде осындай қазақ тілді түрлі түсті, түрлі балаларға әсер ететін нәрселер жиірек көрсетілетін болса, оны аналар қарауға, көрсетуге, балаларына
өте жақсы қарайды деп ойлаймын. Сондықтан да ол жағына да қарау керек сияқты. Енді көбінесе қазақ тілінің ықпалына бәрібір де өзіміз әсер етеміз ғой, аналар әсер етеді. Оның ішінде ана ретінде өзім де бармын. Егер де мен қазақша үйретіп отырсам, қазақша көрсетіп отырсам, ол менің өзім айналама сол деңгейде көрсетіп әсер ете алатын болсам, әркім өзінің отбасында осыған ықпал ететін болса, қазақша сөйлеу ол бір 4-5 жылда өзінің нәтижесін береді деп ойлаймын. Бір 4-5 жыл шыдай тұрсақ, осының әлдейді тыңдап өскен, ютубтан тыңдап өскен балалардың да қарасы көбейіп қалары анық. Яғни бұл жүйелік бір проблема деп айтуға келмейді. Жүйелік проблема деп айтсақ та, бәрібір де біз жақсы ойлауға бәрібір үміттенуіміз керек қой. Жақсылықтан, қазақша көбірек сөйлейтін баладан бәрібір үмітіміз зор. Өйткені сол үшін күні түні қазақша кітап оқыңдар деп насихаттап жүрмін, қазақша сөйлейді деп тіпті өзім айналама айтып жүрмін. Бәрі де әлеуметтік желіде де өзімнің айтып жүрген нәрселердің барлығы осы. Сондықтан мен егер де пессимизмге қарай жоқ сонда я деп отыратын болсам, менің осы елдің алдындағы мен олардың үмітін өшіріп тастаймын ба деген менде де көзқарас бар да, сондай қалыптасқан. Сондықтан барлығым мен оптимизм көзқараспен қараймын, үмітім бар, үміттенемін. Қазіргі таңдағы өте жақсы жұмыстар жасалып жатыр. Оған әлеуметтік желідегі қазақша сөйлейік, қазақша әндерді тыңдау, жиі сұхбаттардың қазақша болуы, қазақша түрлі нәрселердің шығуы, осы тіпті подкасттың өзі қазақша өте көп. Қазір қазақша подкаст, қазақша кітап, осының барлығы жан-жақтың бәрі қазақылануы 4-5 жылда ол балаға жақсы әсер етеді, ол өзінің нәтижесін бәрі береді деп ойлаймын. Дегенмен түпкі негізіне үңілетін болсақ, неге қазақ отбасындағы балалардың тілі орысша шығып жатыр? Енді ол көбіне әлеуметтік желі, жаңағы YouTube қаралымын көбінесе орысша қолдарына беріп қояды ғой. Енді көбінесе үйдегі ата-анаға байланысты ғой тәрбиесі. Ол ненің жемісі деп о жағын ар жағын қазбалайтын болсақ, ол 70 жыл коммунизмнің нәтижесі ғой, жемісі ғой. Қазіргі үлкен кісілердің орта буындағы орысша сөйлейтін, орысша сөйлесіп, оны орыс тілін өзін кәдімгідей маған ол жеңіл деп өзіне жеңіл қарайтын, өзінің тіліне жауапкершіліксіз қарайтын орта буынның нәтижесі ол алдындағы сол 70 жылдық коммунизмнің жемісі ол. Сондықтан ол үйінде автоматты түрде орысша сөйлейтін болса, ол қолына телефонын бере салатын болса балаларына, осы оңайырақ, осы жеңілірек, өзім шаршап жүргенде деген сияқты. Осының бәрі ол балаға әсер етпей қоймайды. Бала дегеніміз ол біздің баланы жан-жануармен салыстыруға келмейді дейді. Егер де жұмыртқаны алатын болсақ дейді, ол жұмыртқа бәрі тауық болатын біліп тұрамыз, ол тауық болып өледі дейді. Қозының оны қой болады, ол ешкіге айналып кетпейді. Немесе қодық ол есек болады деген сияқты, құлын жылқы болады дейтін болатын болса, ал адам ол шикі болмыс деп айтады. Ол адам шикі болмыс, оның іші пустой сосуд дейді. Адам ішіне соны не ексе, не беретін болса, соның нәтижесін ол шығарады, бәрібір көрсетеді деген сөз. Кішкентай кезінде оған не берсең, қандай дәнді ексең, ол өскен кезінде сол нәрсесінің нәтижесінде өмір сүретін болады. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді ол қазақ бір-ақ сөзбен. Осы нәрсе ол. Сондықтан балаға бәрібір біз осы жерде орысша сөйлеп отырсыздар ғой, мен мына басталғанша мысалы орысша сөйлеп жүрді осы жердегі. Соның өзі мысалы үйде ол нәрсені жасамауға, істемеуге тырысу керек те, өйткені бала көріп отыр. Бала біздің сөзімізді алмайды өзіне, бала біздің ісімізді алады, өзіне жұқтырады. Сондықтан біз ісімізбен көрсетуді қазірден түсінуіміз керек, және сол нәрсеге жұмыс істеуіміз керек. Баланы өсіру еңбек. Балаға қазақ тілді құю еңбек. Сол еңбекке барынша жұмылуымыз керек, және
жауапкершілікпен қарауымыз керек. Тіл ол біздің жадымыз, тіл ол біздің барымыз ғой. Енді сол тілді ұстап қала алмасаң, енді білмеймін, енді балаға соны үйрете алмасақ, енді білмеймін. Сондықтан ол ұлтқа үлкен қауіп, егер үлкен қауіп, әрине. Скоттбек деген мықты әлемдік деңгейдегі психолог, психотерапевт бар. Сол кісі айтады, жұрт 8 сағат жұмыс істейтін болса, мен 16 сағат жұмыс істеймін деп, 8 сағат күндіз үйіне жұмыс істеп келетін болса, 8 сағат үйінде баламен айналсам деп айтады екен. Сондықтан да бұл нәрсені мен ешкімге топырақ шашпаймын, ешкімге, мен өзімнің айналамға өзім әрекет еткенше әрекет етем, және де өзімнің үйімде соны жасауға тырысамын. Мысалы, күндіз мен сартылдап осылай жұмыс істеп келетін болсам, кешке үйіме барып мен қойшы шаршадым деп жата қалмауға тырысам, балама да кітап оқытуға, баламен қазақша сөйлесуге, кішкентай балама бата жаттатуға, 2 оқитын қызыма өлең жаттатуға барынша, Абайдың өлеңін, анау 3-тегі балама бата жаттатуға тырысам барынша. Ал үлкендермен бірге отырып 9 оқитын қызбен өзбек әлі және мәдени кітабын оқып, Майдан кітабын оқып жатырмыз. 7 оқитын баламен бір беттік кітапты оқып жатырмыз. Соны әрқайсысымен бөлек-бөлек жұмыс жасауға мен әрекет етіп жатырмын. Өйткені мен ана ретінде оны іспен оларға көрсетуім керек. Ол нәрсені ертең ол ортаға барған кезде қоғамға шығарады. Менің нәтижем баламнан көрінеді. Баяғыда Құнанбай Абайға өзінің баласына отырып айтты дейді. Абай, айтшы, сен маған жете тудың ба, әлде менен өте тудың ба деп. Сол кезде Абай айтады, әке, мен сенен өте тудым, өйткені мен ақын болдым дейді. Сол кезде жоқ, Абай, қателесесің, сен маған жете тудың. Менен өте туың үшін сен Абай сияқты бала тәрбиелеп шығаруың керек деп. Сол сияқты Құнанбайдың бұл сөзіне қарайтын болсақ, ол Құнанбай Абайды жасап шығару үшін еңбек етті деген сөз. Біз де сондай Абайдай бала шығаруымыз үшін қазақ тілді, қазақтың қоғамына қызмет ететін, құр сөзге жатып алмаған, немесе жатып жер, тоқ жер, өтірік мына жақта қазақша сөйлеп, мына жақта орысша сөйлеп жүрген емес, жаңағыдай таза қазаққа қызмет ететін азамат шығарамыз десек, мен де оған еңбек етуім керек. Мен өзіме солай, өзіме кәдімгідей ана ретінде міндеттеп алдым ғой. Сол нәрсе Құдайдан маған берілген жауапкершілік, ата-ана. Мен соны дұрыс атқаруым керек деп, үйде де соны барынша жасауға, істеуге тырысамын. Ал енді басқа ата-аналарға да үйтіп мораль оқудан аулақпын. Сол іс-әрекетімен қызмет ете берсе. Бірақ ертеңгі күні кез келген ата-ана өзінің баласының нағыз тұлға болып қалыптасуын қалайды, Әрине. Болашақта өзінің баласының жұлдызы жарқыраған адам болған қалайды. Абай сияқты ұлы тұлға болған кез келген ата-ана қалайды. Бірақ бұл бағытта, бұл жолда еңбек ету керек. Әрине. Сіз айтып тұрғандай. Ал еңбек етпеген жағдайда не болады? Еңбек етпеген жағдайда, мысалы, өткенде кім айтты, бір жазушының айтқан, ұмытып қалып тұрмын. Қаныш Сәтбаев айтты деді ма, әкесі ғалым болса да, оның анасы оқымаған, сауатын ашпаған болса, онда ол баладан ғалымды күтпе деген. Сол сияқты, егер де ана сауатты болу керек қой, бұл жерде барынша еңбек ету керек. Ана сауатты болу керек деп ойлаймын. Еңбек етпеген жағдайда, сол еңбек етпегеннің өзі таңдау болып тұр ғой анаға. Егер еңбек етпесе, соның нәтижесін көреді деп ойлаймын. Мен басқа ештеңе емес. Қазіргі таңда ол қолындағы көрсетіп отырған құрал деген тәрбиелейді ғой бәрібір де. Ол еңбек етпесе, оның қолындағы телефон бәрібір ол баланы тәрбиелеп шығарады. Сондықтан да не өз тәрбиелеу керек, еңбек ету керек маңдай терімен. Не оның қолындағысы, ортасы, телефоны, әлеуметтік желілер оны тәрбиелеп шығарады бәрібір де. Қазақ тілінде сөйлейтін бала мен орыс тілінде сөйлейтін баланың айырмашылығы бар ма? Жалпы екеуінің тәрбиесінде бір қандай ерекшеліктерді байқауға болады? Байқауға болады дейсіз ба?
көп нәрсені байқауға болады. Өйткені қазақы тәрбие алған адамның иманы, бойында иманы болады. Бәрібір ата-анаға құрмет, үлкенге құрмет. Мысалы, мен қасымда да айналамда жүреді ғой, орысша оқыған адамның бәрібір де бейәдептігі көрініп қалады. Сөйлеген сөздегі мен турашылмын, тура айтамын деп бетбақтық танытып кетіп жатқан мінезі де бәрібір пайда болады. Осы орайда маған бала, мен әрі кітап насихаттаймын, әрі кітап оқытам ғой. Сол уақытта өзінің 2 оқитын қызын алып келді. Бір ата-ана осыдан 3 жыл бұрын болса керек, қазір 9-5 оқиды. Сосын неге сіз орысша оқитын қызды маған алып келдіңіз дедім мектепті. Сөйтсем, маған бұның бейәдептігі ұнамай бара жатыр. Өйткені мен правпын, менің сөзім рас деген сияқты өте бір сондай өз ойына ашық айтамын деп көп қасына ортасындағы қыздармен ұрысып қала береді екен. Сосын өзін маған да бізге де көрсететін болады, ол агрессиясын көрсетіп жүр дейді да. Мен түсінбей жатырмын қызымды деп маған алып келді. Содан қызыммен 1 жылдай менің қолымда оқыды. Екеуміз аңыз айттық, жыр жаттадық. Қызы өте сондай зерек, бірден қағып алады. Сосын 3-ші сыныпта ма, тіпті ол қазақша оқымайын деп келген. Маған қазақша оққан ұнамайды деп. Сосын жоқ, сен тыңдашы әуел деп, мен екеуміз қисса аңыз айтып. Сөйтіп аңыз қиссалардан кейін апай жақсы, маған ұнады, мен оқи берейін деп қыз келісім беріп. Сөйтіп 1 жылдан кейін 3-ші сыныпқа барғанда ма, мама, мен қазақша оқығым келеді, қазақ сыныбына. Мені ауыстырып алшы деп өзі шешім қабылдапты. Сөйтіп анасы да айтты, өте жақсы болды, осы нәрсе сізге әкелгенімде жақсы болды. Қазақшаға қатты ұнап, тіпті қазір қызымда өзгерісті байқаймын дейді да. Маған қарсы сөйлеуін қойды, агрессиясын көрсетуін қойды деп. Осы нәрсенің өзі ақ адамға қаншалықты тілдің әсер ететіндігін білуге болады. Тілмен бірге адамға мінезі келеді. Ал орыс ұлты мен біздің ұлттың екеуінің мінезі жер мен көкте ғой, былайша қарағанда. Бізде әдеп деген нәрсе бар. Бізде дастарханда отыру үлгісі бар. Бата беру, бата алу, үлкеннің бетінен алмау, әдептілік таныту, көңілге қарап сөйлеу, ырым тыйымның өзін осылай болмайды екен ғой деп тазалыққа үйір болу деген сияқты. Осының бәрін адам бойына жинай келе, ол өскен кезінде оның өзіне үлкен әсер етеді. Оның бірден бір белгісі ретінде біз қазіргі таңда айтып жүрген Қаныш Сәтбаев. Мысалы, Қаныш атамызды Имантай ақсақал 7 тәрбиесімен 1-ші амандасуды үйреткен. Қазіргі қарап тұрсақ, жастарда көбісі амандаспайды, амандасу жоқ. Кіріп келген адамның амандасу әдебі жоқ. Мысалы, сол 1-ші амандасу, 2-ші үйге қонақ шақырған кезінде қолына су құю, қонақпен амандасуы, төрге озбауы, ілтипат танытуы, бата беруі, сүре айтуы, Құран оқи алуы, әріп тануы, қисса аңызды жатқа жаттауы, өз ата-анасына апта сайын қолын жайып Құран бағыштап тұруы, осының барлығын үйреткен кезінде, үлкейген кезінде Қаныш Сәтбаевқа осы нәрселер өте үлкен қызмет еткен. Кәдімгідей ол мінез оған үлкен жолды ашып берген. Соғыс болып жатыр, соғыс уақытында оған кім, мысалы, соғыс уақытында бүкіл Ресейде отырғандардың барлығын Алматыға көшіріп алып келген ғой, ғалымдарды. Сол кезде ғалымдардың бәріне үйіне қонақ қылып, сол үйінде келіншектеріне деп көйлек матасын беріп, күнде оларға ет асып беріп, кәдімгідей барын жасап, сөйткен кезінде басқа мына қазақтың, Қаныштың ілтипатын ұмытпаймыз, сый-сияпатын ұмытпаймыз деген екен ғалымдар. Сол кезде 45-ші жыл соғыс біткен бойдан бірденнен архитекторге айтқан, бізге ғылым академиясын салу керек, бізге ғалымдар керек деген кезде ешкімге рұқсат етілмеген ғылым академиясын салу. Бірақ Қазақстанда, Алматыда ғылым академиясын қолдап, ғалымдар кәдімгідей біз қолдаймыз сені деп
сонда ненің арқасында? Оның барлығы Қаныштың сондай көрегенділік танытқан, ілтипат білдіргендігінің арқасында екен. Шустьев деген архитектордың өзіне мына күмбезі осындай болсын, мына есігінің өзі Яссауидің есігіндей үлкен болсын, күмбезі мынау біздің қазақ шығыс мәдениетімен бірге болсын, бүркіт сияқты болсын, екі қанатын жайып тұрған қыран құстай болсын деп, шынымен де дронмен қарағанда қыран құстай болып кәдімгі қанатын жайып тұрғандай ғылым академиясы сондай әсер береді. Осының барлығына көніп бүкіл ойлап қараңызшы, соғыстан кейінгі жылдар ешқандай жоқ, олар тіпті ешқандай материал бермейміз, өйткені қирап жатқан қалалар көп, сол қалаларға біз саламыз өзіміздің бар күшімізді дегенде, жоқ, мынау бізге Қаныш Сәтбаев қандай қылып көмектесті, біз ғалым болып аштан аш Алматыға барған кезде деп, соның барлығын бізді қамтамасыз етті, тамақпен, үймен, бәрімен көмектесті. Біз ешқандай қиналмай ғылымымызбен айналыса бердік. Кімнің арқасы? Қаныштың арқасында деп, барлығы соны көмектесіп ғылым академиясын 46 жылы ашады. Енді ойлап қараңыз, соның барлығына не әсер етті? Әрине қазақтың мәдениеті, қазақтың әдебі, қазақтың мінезі, қазақтың қонақжайлылығы, ілтипаты, мінезі әсер етті. Қазіргі балаларға сол нәрсені құю үшін бізге не жетпейді? Не жетпейді осы нәрсені? Неге біз осыны әдепті қайтадан алып келмеске? Неге осыны балаларымызға үйретпеске, құлағына құймасқа? Не жетпейді соны? Не жетпейді осы нәрсе? Сондықтан бізде тек қана осыны айтатын, тек қана насихат жетпейді деп ойлаймын. Кәдімгідей үкімет тарапынан болсын, Қаныш деген нәрсе, осы жеті тәрбиені күнделікті сынып сағатында айтылатын болса, Қаныштың тәрбиесіндей осы оқытылса, айтылса, насихат құйылса, тек қана ол ата-аналардың сынып сағатында емес, ата-аналар жиналысында осыны айтса, лекция қылып өтсе, өзбек әліні, Қанышты, өзіміздің тұлға тануымызды біз өзіміздің тамырымызға тереңге қарай тереңдесек, сәл-сәл тізбекке жалғансақ, тарихи тізбегімізге жалғанып, бұл әдеп, мәдениет деген нәрсе біздің өзіміздікі ғой, өзіміздің дүниеміз. Неге өзімізден өзіміз қашамыз? Неге біз өзге ұлттың нәрсесін жұқтыруға құмармыз да, өзімізге келгенде ой қазақ ма, ол нәрсеге деп бүйтіп басқа қорқынышпен, дүдамал оймен қараймыз. Негізінде айналып келгенде біздің қазығымыз сол ғой. Біз айнып едік, өмір басқаша айналып кетті ғой. Баламызға көрдік қой, баламыз көріп тұрмыз ғой, балаларымыздан қандай жеткіншектер келіп жатқан, бір-бірін аямайтын, бір-біріне әдепсіз қылықтар көрсететін, суицид жасауға құмар болып тұрған, соның барлығына осы Қаныштаны, тұлға тану дәрістерін жүргізсек, өзінің нәтижесін бір-ақ жылда көрсетеді деп ойлаймын мен. Бір-ақ жылда көрсетіп шығуға болады. Ата-анамен жұмыс істесек, баламен жұмыс істесек, өзімізбен жұмыс істесек, мұғалімдерге де осы нәрсені айтып отырса, осындай бір тұлғатану деген пәнді кірістірсек, өте керемет болар еді деп ойлаймын. Бала енді тіл таңдағанда саналы түрде таңдай ма, әлде бұл былайша айтқанда автоматты процесс бе? Тіл, біздің тілді ма? Енді жаңа айтып тұрмын ғой, бала жалпы адам шикі болмыс. Адам дүниеге келгенде, қазақтың өзі дүниеге келген баланы кім туды деп сұрамаймыз ғой. Не туды дейміз. Неге не деген сұрақты қойып тұрмыз. Негізі адам баласына адамға қатысты кім деген сұрақ қойылады ғой. Ал негізі балаға келгенде не туды дейміз. Яғни бұның баланың шикі болмыс екенін айтып тұр да, бала өсе келе өзіміздің тәрбиемізді сіңіре келе, еңбек ете келе оның адам болып қалыптасуына өзіміздің әсер ететінімізді, ортаның әсер ететінін о баста ата-бабамыз біліп тұр ғой. Біз не құйсақ, бала сол болып қалыптасады, сол болып өседі. Егер кішкентайынан туғанынан қолына түрлі тілдегі нәрселерді қойып бере беретін болсақ, бала да ол тілді таңдауға қиналады деп ойлаймын. Енді кішкентай кезінен әлди тыңдап өскен бала бәрібір тілі қазақша шығады ғой, оның бәрібір де. Ал егерде кішкентай кезінен түрлі жағы болмайтын, Қытай тіліндегі ма, Жапон тілінде адам тілін түсініп болмайтын түрлі жыбырлардың бәрін ютубтағын таңдамай көре
миына құя беретін болса, ол балада білмеймін қандай тіл Жамал бола ма ол ертеңгі күні? ол ертеңгі күні ол өте қауіпті нәрсе. Мысалы, осыған байланысты балалықтан даналыққа деген кітапта америкалық ғалымдар тәжірибе көрсеткен жасайды. Сол кезде бір класстың баласын 2 топқа бөледі да, бір топқа айтады, бір апта бойы мына бір тостаған бүлдіргеннің ішінен тек қана тазасын тересіңдер дейді. Екінші топқа айтады, тек қана нашарын тересіңдер деп. Бір апта сынайды. Бір аптадан кейін отырып, 4-еуі отырып, 4 комиссия мүшесі отырып, сол балаларды тексереді. Ана бірінші топтың баласынан айтады да, бір тостағанды көрсетіп қояды да, ал айтшы, мына осы тостаған бүлдіргеннен неше пайызы нашар, неше пайыз таза. Сол кезде олар 1-2% қана жаңылды дейді. Көзбен көріп айтып тұрды. Көбінесе бәрінікі бір деңгейде дұрыс болып шыққан. Ал екінші нашар ғана, тек нашар түрде жинаған бүлдіргендерді көрсетсе, балалар шатасыпты дейді. Ой, шатаса береді. Біреу 70-те 80, біреу 30-та 70, 50-де жаңағы 50, 40-та 60 деген түрлі сан айтып кетті дейді. Бұдан шығатын қорытынды, адамның миында фильтр бар өзі. Тазаны өзі сұрыптап алатын, нашарын алып тастайтын деген сияқты. Ол сұрыптап алуға әсер ететін нәрсе біздің мынау салт дәстүріміз, жырымыз, кішкентай кезінен балаға құятын жыр айтылды, әлди айтылды, тақпақ айтылды, өсе келе жаңылтпашы бар, батасы бар. Осының барлығын жылда баланың тілі жас қосқан сайын оның тіліне орай неше түрлі салт дәстүрдің, жырлардың бәрін үйретіп отырды. Ал егер де үйретілмеген қолына тек қана сотка, сотканың ішіне не бар? Жақсысы да бар, жаманы да бар, нашар да бар, нашар емес. Соның бәріне бала фильтр қоя алмай қалады екен. Мидағы фильтрдің өзі бәрін кәдімгі қоқыс сияқты жинай береді. Ал қоқыс жиналып қалған ми қайсысы нашар, қайсысы жақсы айыра алмай қалады. Ертеңгі күні болашағына өте қатты әсер етеді ол. Мына нәрсе нашар ма, нашар емес па, ол айыра алмайды, ол түсінбейді, қайсысының позициясын анықтай алмай қалады өзінің. Ал егер де ол күнделікті өзінің таза нәрсені, күнде өзіміздің анау ата-бабамыздан жылдан жылға, ғасырдан ғасырға келе жатқан ауыз әдебиетімізбен өскен бала, ол өзі анықтай алады, фильтр қоя алады, ненің жаман, ненің жақсы екенін өзі айыра алатындай деңгейге жетеді. Саналы азамат болып өседі, былайынша айтқанда. Міне осы нәрсені қолға алу керек деп ойлаймын. Енді сіздің тәжірибеңізге қарайтын болсам, жаңа оқушыны алып келіп, одан кейін қазақ тіліне ауысқан. Дәл осы тәжірибені біздің кәдімгі қатардағы өзінің баласын қазақ тіліне үйрете алмай жүргендер қолданыла ма күнделікте? Іс жүзінде оны пайдалану мүмкіндігі бар ма? Тілі орысша шыққан баласын қазақ тіліне болады. Иә, маған ондай да бала келген. Бала 6-да 1-ші классқа алып келген. 1-ші классқа алып келген кезінде Павлодардікі екен. Сөйтсе бала орыс болып кетті деп қорқып, 1-ші класс 1-ші тоқсанда Астана қазақы орта Павлодарға қарағанда деп алып келеді. Астанаға алып келген кезінде қазақ сыныбына береді. Қазақ сыныбына берсе де бала дұрыс сөйлей алмайды, ашыла алмайды енді. Сосын апай айтады, мен бұған қасында отырып таңертең кешке дейін үйретіп отыратын уақытым жоқ. Бұны неге беріңіз? Репетиторға. Сосын айтады, ең дұрысы сіз орысшаға ауыстыра салсаңызшы. Осы тенденция қатты кетіп қалды, иә. Мен де көріп жүрмін, ондайды естіп жүрмін. Ауыстыра салсаңызшы, ең дұрысы осы ғой, балаңызға бәрібір сіз мүмкін емес бұны қазақша оқыту, үйрету дейді. Содан ол жылайды, мен арнайылап сол үшін көшіп келдім ғой. Баламды қазақ қылғым келеді, мен қазаққа өсіргім келеді, мен қалайша орыс қылам бұны деп. Содан бір завуч шақырып алып айтты, шын сөйтіп саған қазақша керек па? Осы бір Айнұр Бұлақбай деген бар, Инстаграмда бір кітап оқытама, сондай не де болса соны тауып барыңызшы деп бақтап жібереді. Сөйтіп маған алып келеді 1-ші класста, 2-ші тоқсанды бітірген, 3-ші тоқсан кезінде. Сосын айттым, мен қатты бір сізге оқытам деп сізге уәде бере алмаймын, бірақ көрейік дедім.
содан бала оқиды дым түсінбейді. Сосын балаға айттым, сен еш ренжіме, мен тек қазақша сөйлеймін дедім. Содан оған 5 минут күй тыңдатып қоям сабағымның аяғында. Күй тыңдатам, жыр тыңдатам, терме тыңдатып қоям. Түсінбесе де тыңдата бер. Түсінбесе де мен қисса айта берем, аңыз айта берем, түсінбейді ол. Ол ең бірінші күні келгенде қазіргі балалар эмпат, сезіп қояды бірденнен. Сосын ол шешімді өздері қабылдайды. Ата-анасы оған барасың ба, бармайсың ба деген сияқты. Сөйтіп таңдау жасатады. Сол кезде бірінші күні ол маған қалам деп шешім қабылдайды. Неге деп сұраған кезінде айтты дейді, мына маған алдында 2 бала, ағалы, інілі 2 бала келіп жүрген, 4 оқиды, біреуі 3 оқи ма. Сол екеуін апай мамалары маған қалдырып кетеді ғой, сөйтіп екеуі қалған кезінде мен мына жақтан кітап көріп жатам ба, сол кезде клиентке кітап көрсетіп жатам ба, әйтеуір келген. Сөйтіп келсем, ана 2 бала сен қазақша сөйлей алмайсың деп, ол жаңадан келген баланы мазақтап отыр екен. Мазақтай ма, әлде бірдеңелер айтып отыр екен. Сосын екеуіне сөйледім. Олай болмайды. Бұл сен екеуің ағалы інілі үйде қазақша сөйлесесіңдер. Дұрыс. Бірақ бұл қазақша сөйлейм деп келіп отырған бала ғой. Сендер қайта үйретіңдер осы балаға. Сәлеметсіз бе қалай болады, отыр қалай болады. Сендер үйретіңдер деп мен қамқорлық танытсам керек. Енді мен барынша өзімнің ұстаздығымды, үлкендігімді танытып айтып жатырмын ол жерде. Сөйтсем, мамасын айтты дейді, мен бүгіннен бастап осы апайға келем деп айтты дейді бала. Неге десе, мені 2 бала буллинг маған жасаған кезде апай мені барынша қорғап алып шықты, мен оны жақсы көріп қалдым деп айтты дейді. Балаға бірінші махаббат керек. Ілтипат керек, махаббат. Қазіргі балалар сондай сезімтал ғой. Содан мен айтқан бәрін істеймін. Апай не айтады, соның бәрін істеймін деп. Расымен де бала өте алғыр болып шықты. Мен не берем, тілі келмесе де жаттап келеді. Бата берем, жаттап келеді. Сосын екеуміз бірігіп Алпамыс батыр жырын жаттадық. Алпамыс батырның үзіндісінің өзі 2 бет. 2 бетті толық жаттап алды бала. Сол уақыттар болғанда, көк есегі астында, ақ сәлдесі басында, сырласасы қолында, өзі ақтың жолында бір диуан әкелді де асамен түртіп оятты деп, кәдімгідей екпіндетіп айтатын деңгейге жетті. Сосын айттым, келесі Қобыланды батыр жаттайық онда, сен дайын екенсің деп, Қобыланды батырдан буырылдың шабысын, сонда буырыл өледі, аяғы жерге тимеді, тіктеп тиген тұяғы көлденең жатқан көктасты сазбалшықтай иледі деп, оны да жаттап алды бала. Содан тілі шығып, кәдімгідей айта алатын болды, түсінетін болды. Мазмұнын қатты бір айта алмаса да, өзі жаттап алған бас жағындағы сөйлемдердің өзін жаттап алып соны айтып беретін болды. Оның өзі кәдімгідей нәтиже берді да, апай сізге көптен көп рахмет. Мына баланың өзін бетін бері қаратып бердіңіз. Мен түсіндім сізді. Ешқандай да қазақша, орысша мектепке бермейтін болдым. Қазақша бере беретін болдым. Келесіде сізге келеміз деп, сөйтіп 2-ші сыныптың ортасына дейін 1 жылдай ма келіп жүрді бала. Содан кейін баласы алыстау болды деп, сөйтіп баласын бірақ қазақ тілінде сөйлеп кетті ертең. Қазақ тілінде сөйлеп кетті, бала сөйледі. Мына жерде өте ықпал еткен анасы болды. Ата-анасы кәдімгідей, жоқ, ешқайда да бермеймін. Мен баламды қазақ қылам дедім ба, қазақ қылам. Мен сол үшін көшіп келдім. Мен күш жігерім осында. Мен үлкен балам үлкейіп кетті. Енді осыны қазақ қылуым керек деген өзі сол позицияда тұрып алды. Осындай ата-аналар көп болса, осындай бір өзі солқылдақты танытпау керек та, жауапкершілікті өзіне алу керек. Сол жауапкершілікті алған кездегі баланың нәтижесі бәрі өзінің көрсеткішін көрсете алады. Сосын қалдырам десе де мектеп оны зорлай алмайды ғой, қинай алмайды ғой. Жоқ, алып кетіңіз демейді. Таңдау ата-анада. Енді дәл осындай мәселемен бетпе-бет келіп шешімін таба алмай жүрген ата-аналарға нақты бір 3 кеңесіңізді айтсаңыз. Қорықпау керек. Ең біріншісіне қорықпау керек. Табандылық таныту керек.
Және де балаларының қазақша сөйлеуіне өздері де жауапкершілікпен қарау керек. Үйде де сөйлесу, тақпақ жаттау. Ең күшті нәрсе балаға қазақша үйрететін тақпақ жаттау, жаңылтпаш жаттау. Осылар өте жақсы әсер етеді балаға. Жыр, мына балаларға кішкентай кезінде ата-бабамыз жырды неге жаттатқан дейміз ғой. Сол жырды баланың түсінік пайымы үшін, мазмұндай алу үшін, және де қазіргі таңда балалар бар, басқа әрпін айтады, сөйлемнің басы бар да, сөзінің аяқ жағын жұтып қоятын. Соның өзі, сондай балалар да келді маған. Жыр жаттаған кезінде соның өзі дұрысталды. Тілдік құрылымы, дыбыстауы, сөйлеуі, тілді жұтып қоймауы, осының барлығы оларға кәдімгідей әсер етеді. Жақтың ашылуын бәріне, сонда ана екпіндетіп айтқан кезіндегі дауыстап сөйлеуі, әріптерді анық айтуы, осының бәріне жаққа жақсы жұмыс жасауын алып келеді. Бала оны да жақпен де жақсы мынау әріптерді де дұрыс айта алады, дыбыстарды да дұрыс айта алатын болады. Әрі сөздік қоры кеңейеді, әрі мына есте сақтау қабілеті де жақсарады, сосын мазмұндай алатын болады. Бала күнделікті қанша уақыт арнау керек? Мен мысалы маған 1 сағатқа келеді. Кім айтады, осы 24 сағаттың, Скоттбектің айтады да, 24 сағаттың 1 сағаты ата-ананікі дейді. Баланың 24 сағаты болатын болса, соның 1 сағаты менікі. Мен ата-анамын, балам айтам, сенің 1 сағатың менікі. Сен қалайсың ба оны, қаламайсың ба, ол баста тағдыр сен маңдайыңа жазып қойған, менің балам болуды, 1 сағатың маған арнайсың. Болды. Отырғызып қоямын, кітап оқытам, жаттау жаттатам, сол жерде бәрі сол 1 сағаттың ішіне кіреді. Ал енді бара ғой, барда кино көресің ба, кітабыңды оқисың ба, әлде басқа ойыныңды ойнайсың ба, ар жағындағы шаруа сенікі деп. Ата-ана өзі күнделікті баласы үшін 1 сағатын арнайтын болса, 1 сағаттың өзі қиналып. Одан да нәтиже көруге болады. Нәтиже көруге болады. Тіпті айтады да, балалықтан даналыққа күнделікті баламен отырып шай ішкен 15 минут әсер етеді дейді. Егер де сен балаңмен күнде 15 минут әңгімелеспесең, шай ішіп әңгімелеспесең, ертең Құдай туралы әңгімелеспесең деген сөз келеді негізіне. Ертең өскен кезінде сен балаңды айтып Құдайға жылайсың деген бар. Сондықтан қазір 15 минут күнделікті баламызбен әңгіме айтып, мәнді, мағыналы шай үстінде кредитімізді ысырып қоя тұрып, қарызымызды, ананың жаман екенін, мынаның жаман екенін айта тұрмай, бір 15 минут бала үшін сол жердегі мәнді, мағыналы әңгімені айтатын болсақ, ертең сенің пенсияға шыққанда ұйқыңда тыныш болады деп сөйтіп балалықтан даналыққа кітабының ішінде келеді өзі. Ертең өкінбес үшін осы бастан балаға назар аудару керек. Бала капитал дейтін сол. Біз қазірден бастап балаға өз уақытымызды капитал ретінде құюымыз керек. Сол кезде нәтижесін береді. Бала қазақ тілінде сөйлеу үшін, қазақы тәрбие алу үшін ең бастысы бірге жұмыс істеу керек. Еңбек ету керек. Бүгінгі подкасттан осындай түйін жасауға болады. Қорықпау керек, еңбек ету керек, және салт дәстүрден ажырамайтындай сондай қазақы дүниені 15 минут дастархан басында айту керек. Осы қазақы дүниемен таныстырып әңгімелесу 15 минут, 1 сағат жаттау, жыр оқу, жаңылтпаш, бірге кітап оқу, және еңбек етуден шаршамау керек. Біздің көрермендерімізге 3 нақты кеңес. Осыны істесеңіздер, ертеңгі күні Айнұр ханым айтқандай, зейнетке келгенде ұйқыңыз тыныш болады. Осы күнге жеткізсін. Рахмет студиямызға келгеніңізге, өте пайдалы кеңестеріңізбен бөліскеніңіз үшін, және ұлт тәрбиесінде қосып жатқан сіздің үлесіңіз ертеңгі күні нәтижелі болсын деп тілеймін. Амин, рахмет. Көп рахмет, аман болыңыз. Қымбатты көрермендер, келесі біздің бағдарламамызды жіберіп алмаңыздар. Амандықта